Көріп тұрғаныңыз үстірт платосының Google Maps жасалма жолдасы, яғни спутнигі арқылы алынған кадрлар. Өзбекстан картасының ең шеткі арқа батыс аймағы үстірт платосынан өтеді. Улума алғанда, бұл үлкен тегістік тек қана біздің аймағымыздан өтіп қоймай, бәлкі Қазақстан аймақлары бойлап та жайласқан. Біраз Түркменстан шекарасы бойлапты. Сезіп тұрғаныңыздай, бүгінгі санымыз Қарақалпақстан өлкесінде жайласқан үстірт платосына бағышталады. Оның табиғаты, географиясы, рельефі һәм оның барлық сырларын өзім сіздерге бүгін айтып беремін. Бұл айдың жойбары. Менің атым Исламбек. Дайын болсаңыз, біз басладық. Міне бұл сұлулыққа ітвар бер. Бұл кадрлар сол атақлы Америкада Гранд каньонынан алынбаған. Бұл өзіміздің үстірт. Бұндай өзгеше табиғат көріністер кеше ямаса бүгін пайда болып қалмаған. Дерлік 20 миллион жылдар алдын табиғи хадиселер һәм апатлар бұндай ғайры табиғи орынлар пайда болуына себеп болған. Үстірт тарихы хақында біраз кейінірек айтаман. Қазір болса ізбездікте Плато хақындағы мағлұматларменен танысып шығамыз. Бірінші болып, оның аймағынан баслаймыз. 200 000 километр квадрат. Бұл Платоның 3 мемлекеттегі Улума майданы. Соннан дерлік 40 000 километр квадраты республикамызға туыры келеді. Майдан һәм санлар жүдә үлкен. Түсініңіз үшін Швейцария, Исландия, Тайван, Сингапур, Бельгия һәм Португалия сияқты мемлекеттердің майданы үстірттен біраз кіші. Үлкенлігі ұшында оны қалеген картадан таба аласыз. Енді нәубет болса геологиялық түзілісі және оның тарихына. Бұл жердегі барлық тегістіктер һәм таулар айемгі өткен заманда бүткілдей су астында болған. Ілімпазлардың анықлауынша шамамен 200 миллион жыл алдын үстірт теңіз һәм океан сулары түп-түбінде жайласқан. Айрым деректерде 400 миллион жыл алдын да делінеді. 70 миллион жыл алдын болса, асте ақырлықпенен су астынан тау һәм ойықлар пайда бола басылған. Тарихи эволюция процесінде судан еш нәрсе қалмаған. Аймақ бүткілдей құрғақлыққа айланған. Плато бойлап жүрсеңіз, көзіңіз тұзлы қатламларға түсу анық. Бұл қатламлар алдын болған теңіз түбіндегі минералдардың құрғақлыққа шығуы, сондай-ақ тұз һәм минерал топлануы нәтижесінде қалыптасқан. Және бір көруіңіз мүмкін болған нәрсе бұл чинклер. Ал чинк өзі не? Үстірт платосындағы чинклер, ямаса чинк дегенде геологиялық процестер нәтижесінде пайда болған құрғақлықтағы шұқырлықлар ямаса жарықлар түсініледі. Олар үстірттің айрықша ландшафты һәм геологиялық структурасын қалыптастырады. Чинклер текарынан эрозия процестері, су ағыслары һәм шұқырлықлар ямаса жарлықлар түсініледі. Олар үстірттің айрықша ландшафты һәм геологиялық структурасын қалыптастырады. Чинклер текарынан эрозия процестері, су ағыслары һәм самал тәсірі нәтижесінде пайда болады. Олардың формасы һәм тереңлігі айрым геологиялық шариғатларға да байланысты. Текарынан үстірт гозалығына үлкен үлес қосып батырған тәреплерден бірі бұл айне чинклердің бар екенлігі. Үстіртте текарынан қиын шариғатларға масласқан өсімлік һәм хайуанлар ғана жан сақлап қалады. 300 метр Платоның шыңлары айнеміне сонша биіктікте болады. Дұрыс, басқа тауларға қарағанда жүдә төмен бұл өлшеу. Бірақ тегістік һәм үстіртке ұқсаған платолар үшін нормал метрдегі биіктік. Өсімліктер темасына қайтамыз. Сіз үстіртте текарынан жусан һәм сораларды ұшыратасыз. Бұндан тысқары қара сексеуіл, бүрген, сары сазан сияқты өсімліктерде өседі. Бәһәрде эфемер һәм эфемероид сияқты өсімліктер өсіп, бірақ олар жазда құрап қалады. Дерлік әр мәусімде бұл жерде түрлі өсімліктер көгеріп шығады. Хайуанат дүниясында түрліше. Мысалы, жайран, сайғақ, қасқыр, түлкі,
балпақ тышқан, қосаяқ тышқанлар һәм құзғын үстірттің қостырнақ ішіндегі жергілікті қарақшылар есептеледі. Үстіртте қызыл кітапқа кірген үлкен шалпанқұлақ, қаплан, үстірт қойы сияқты хайуанларды жасайды. Жоғалып бара тұрған сайғақларды қорғау мақсатында үстірт платосында сайғақлы бұйыртпахана шөлкемдестірілген. Бұл әлбетте табиатты асыру жолында ахметлі қадамлерден бірі. Егер хақиқи қаһарлы суық қандай болуын біле жақ болсаңыз, қыс маусымында үстірт тегістіктеріне бір келіп көрің. Себебі үстірт тек қана Қарақалпақстанда емес, бәлкі бүткіл Өзбекстанда ең суық аймақ есептелінеді. Бұның себебі ол ең арқада жайласқан болып, табиғи тосқынлықтардың жоқ екенлігі себеплі, оған Арктика һәм Сибирь суық хауа массалары арқайын кіріп келеді. Сол себеплі январдың орташа температурасы -10-11 градус. Айрым уақытлары суық хауа массаларының тұрып қалу нәтижесінде температура -38 градусқа шекем төменлейді. Санлардың өзі қаншелі дәрежеде суық болуын айтып тұрды. Жазы қысқа һәм онша жазирама ыссы да емес. Июльдің орташа температурасы +26-+27 градус. Айрым уақытлары ең жоғары температура +44 градусқа жетеді. Округ бір қанша арқада жайласқанлығы себеплі, октябрьдің басыларынан суық түсе бастайды. Суық болмайтын күндер Өзбекстан бойынша ең қысқа болып 153 күнді құрайды. Бұған және бір себеп үстірттің арқа тарапы ашық болғанлығы себеплі, сентябрьдің басынан май айына шекем арқа шығыс самаллардың есіп тұру есептелінеді. Сіз бұл видеоны тамаша етіп тұрған уақытыңызда үлкен ықтималменен үстіртте суық самаллар есіп тұрған болады. Үстіртте жауын аз жауады. Оның орташа жылдық мөлшері 100-120 мм. Жауынды текарынан батыс һәм арқа батыс хауа массалары алып келеді. Ең көп жауын бәһәрге, ең азы болса қысқа тура келеді. Қар жүда аз жауып, ызғырықлы самаллар оны ұшырып кету нәтижесінде жер майданы мұзлайды. Дұрыс естіңіз, қыста үстіртте онша көп қар жаумайды, ал ызғырықлы боранлар болса дерлік қар күні болады. Анықтауынша, үстірт табиғи географиялық округке түсетін жылдық жауын мөлшері 100% құраса, оның 17% қысқа, 34% бәһәрге, 23% жазға, 26% күзге дұрыс келеді екен. Тегістік бойлап жазда Өзбекстан бойынша ең көп жауын жауады. Бұған текарғы себеп температураның салыстырмалы төменлігі, батыс хауа массалары һәм Каспий теңізіне жақынлығы болып табылады. Және бір нәрсе, үстірт Каспий һәм Арал деңіздері аралығында жайласқан. Дұрыс, Арал қазір дерлік құрып қалған. Бірақ соған қарамастан, бұл аймаққа Каспий теңізінің тәсірі үлкен. Хауа массалары температура һәм жауынгершілік үшін Каспий теңізінің жауапкер десек те болады. Платоның өзінде тұрақлы ағатуын сулар дерлік жоқ. Бәһәрде батпақлықлар һәм төменгі жерлер жауын һәм еріген қар суы менен толып, кіші көлшелерді пайда етеді. Бұл кіші көлшелер эфемер деп аталады. Жазда бұл көлшелердегі су пуланып, сорлақ батпақ жерлерге айланып қалады. Жер астындағы сулар болып, олардың тереңдігі 20-50 метр атрапында, бірақ көпшілігі шор, ішуге жарамсыз. Соңғы уақытларда бұл қатламлар арасында ішуге жарамлы су бар екенлігі анықталды. Платонның тарихында тап оның майданы үлкен һәм ұзақ өтмішпенен байланыслы. Бұл жерлер айымғы заманлардан ақ сауда жолларының кесілскен орында жайласқан. Зерттеулер давамында айымғы каруан жоллары үлкен естеліктер табылған. Археологлар аймақта бірнеше мәрте зерттеулерді алып барған. Тарихи деректерге көре, бұл жерде 1000 жылдар бұрын массагетлер қауымдары жасаған. Һәм бұны айымғы каруан сарайлар һәм скиф қабірлері қалдықтарында тастиқлайды. Массагет сөзі мас, сакка һәм та топонимдерінен келіп шыққан болып, ұлы скиф аскерлер құрамы деген мәністі аңлатады. Тарих пәнінің атасы деп аталатұғын алым Геродот жазуына қарағанда, Ассурияның ұлы шағы Кир бұл жерді иелеуге ұрынғаны үшін жүда көп ақша сарқлап, массагетлер маликасы Тумаристің қолында қайтыс болады. 2000 жылдан артық уақыт давамында айымғы массагетлердің
тас қабірлері шөлдің арасында, табиатта, адамда тимеген жағдайда үнсізлік сақлап тұрыпты. Кім біледі дейсіз? Бәлкі, үстірт платосындағы биік төмен бөртпелер массагетлер қабірлері менен байланысылы. Шах Кир менен сауашта өлген әскерлерді массагетлер ұсы жерге көмген болуы да мүмкін. Шамалаулар жүда көп, соның ұшында үстірт елеге шекем сырларға бай. Көпшілік білмейтұғын тағы бір мағлумат бар. Совет ауқамы дәуірінде үстіртте ядролық һәм химиялық құралдар бойынша тәжірибелер өткерілген. 1969-70 жыллар давамында СССР геология министрлігі үстіртте әжептәуір һәм сырлы тәжірибелер өткерген. Шевченко қалашасында, яғни қазіргі Ақтау қаласына жақын орынларда шамамен 300 км ұзақлықта 3 ядролық зарядлар партылатылған. Әммесі түсініклі. Үстірттің шеткі адам жасамайтұғын жерлері міне сондай тәжірибелер үшін жүда мас түседі. Советлер болса бұндай мүмкіншіліктен жақсы пайдаланған. Порталдар ұрысқа таярлық көру ямаса тек қана жаңа құралдарды сынап көру мақсатында өткерілмеген. Тикарғы мақсат Қазақстанның құрғақ аймақларына су шығарып, жер астынан жаңа су резервлерін табу болған. Дұрыс, партлаған бөлеклерден шығыс радиоактив нұрлар инсанлар үшін қауіплі. Бірақ сол уақыттағы ілімпазлар радионуклидке ұқсаған зәһәрлі элементтердің шығып кетуіне жол қоймайтұғын арнаулы шиша сияқлы қабықлар пайда болуына сенген. Айне сол қабық ығалықтың құмға сынып кетуіне жол қоймайтұғын еді. Яғни шөл арасында су резервлері пайда болып, кіші көлмеклерді пайда етуі керек болған. Құласы, бұл айрықша химиялық процесс болған үшін бұл темаға терең кірмейміз. Үстірт хақындағы басқа мағлуматларымыз болса давам етеді. Туристердің қызығушылығын арттыру үшін үстірт үлкен имканиятқа ие. Мысалы, экстремал туризм ямаса экстремал спорт ішқыпазыларына үстірттің ақыры жоқ тегістіктері үлкен қызығушылық оятуы таби. Үстірттің гозалығын шетел баспаларда жақсы біледі. Мысалы, өткен жылы Британияның атақлы Time Out сайты түнде жұлдызларды бақылау үшін дүниядағы ең жақсы 10 локация хақында мақала шығарады. Бұл тізімде ақш, Чили, Жаңа Зеландия, Хындыстан сияқлы мемлекеттердің объектілерімен бірге өзіміздің Қарақалпақ өлкесіндегі үстірт тегістігі де айтып өтілген. Егер түнде ашық хауада жұлдызлар толық көрініп тұрған уақытта үстіртке келсеңіз, аспандағы гозалықты арқайын көруіңіз мүмкін. Шексіз майданлар жұлдызларды үйрену үшін жүда қолай орын есапланады. Сондай-ақ шетелдік саяхатшылар үстірт табиатын Марс планетасына ұқсатады. Ондағы таулар, чинклер, ойықлар, батпақлықлар, сарғыш реңлі құмлар, қыстағы қаһарлы суық, үлкен кіші жартаслар, бұлардың әммесі қызыл планетадан көшіріп алынғанға ұқсайды. Сіздер менен қызыл планетаға болған саяхатымыз осы жерде жұмақланады. Бүгінгі санымызда сіздер үшін аз ұшасатығын һәм қызық мағлұматты жеткізіп бердік деп ойлаймын. Айдың каналы сізге сапалы һәм қызықлы контентті таярлауға харекет етеді. Солай екен, егер видео сізге мақұл келген болса, лайк басуды һәм каналымызға ағза болуды есіңізден шығармаң. Кейінгі саналарда көріскенше саламат болың.